Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен творожный чизкейк пісіремін. Алдымен каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз, және де жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Бізге қажетті заттар ең алдымен ұн, қант және де үстіне сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне разрыхитін бір жұмыртқа және бір ас қасық сметана қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып тұмсақ қамыр илейміз және де жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ең алдымен бізге творог, жұмыртқа, қант және сметананы қосамыз. Мен чизкейктің диаметрін 25 см қылдым. Әркім өз қалауы бойынша жасауға болады. Ыдысымызға жайластырып, ішіне начинкасын саламыз. Және де сол аралықта пешімізді қыздырып, 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің творожный чизкейгіміз дайын. 2 сағат суытып, соңынан kesесіздер. Формасын суығаннан кейін барып тұрып алыңыздар. Достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Арасының бәрі толық пісіп, дәмі де керемет болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларымды көре аласыздар.